Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі әңгімемнің тақырыбы Мылқау кемпір. Мылқау кемпір көзге жас алып отырып оқитын шынайы әңгіме. Түс ауа егістікке су салып келген Сүлеймен бел жазып алайын деп төсекке жантая кетті. Шаршағаны білініп тұр. Сілесі қатып ұйқыға шомды. Түскі асын ішкеннен аздап көз шырымын алатын әдеті болса да, күндегідей емес, осы жолы ұйқысы қатты болды. Құдай қосқан қосағының ұйқысын бұзып алмайын деді ме, Керімбала үйге кірмеді. Үй артында жиналған тезектен бір қап тезек әкеліп қазанның астына от жақты. Іштей күбірлеп, бірдеңені айтып жүр. Бірақ оны өзінен басқа ешкім естімейді. Үйдің бар шаруасын өзі атқарса да үстіне кір жуытпайтын өте кірпияз. Аққұба келген бойшаң. Сұлулығын бет жүзінен байқауға болады. Жасы шамалап қалса да соны сыны кетпеген. Көрші қолаң тұрмақ ауылдағы ағайын бетіне тіке сөйлей алмайды. Мінезі де жоқ емес. Тәкаппарлығы бір басына жетіп артылады. Өсек аяңға жоқ, бірақ кесіп айтады. Сонысынан ба, бірді екілі замандасы болмаса көп ешкім жуықтай қоймайды. Кейде көңіл жадырап, шешіле сөйлеп, тісінің астынан зілді әзілін айтып қалатын кезі де кездеседі. Бірақ ондай әрекеті сирек. Көбінесе іште бір мұң бар. Мұңмен жалғыз өзі арпалысып, күн кешіп келеді. Бүгін де жадырамады. Мұңайып жүріп, қазандықтың астына от жақты. Күндегідей емес, самал жоқ. Үп еткен жел болса, оттықтың астындағы қызыл шоқты лаулап әкетер еді. Бүгін бықсыды да қойды. Қызарған шоқ бір лап етті де, түтіннің өзіне қарай кері қайтты. Көк түтін бетін жауып көзін ашытып барады. Ащы түтін танауымен қоса тамағын қауып көзінен жасауратып жіберді. Жаулығының ұшымен сүртіп тұрғанда қызыл жалындап қаланған тезектің арасынан сиырдың тіліндей әр тезекті бір жалап от тұтана бастады. Ошақтың басында отырып Керімбала көзінен жасын сүрте берді. Басында түтіннен шыққанымен бұл жолы шынайы ыстық жас беттегі әжімдердің арасымен тарам-тарам болып арнаға түскен судай жылжып, жаулығының ұшына тамды. Қыз күні есіне түсті ме, қалың ойға шомылып, ыстық жалынға қарап үнсіз отыра берді. Керімбала Іле өзен жағалаған Балғалы руының қызы, әкесі толыспай асқан дәулетті кісі болған деседі. Бұлымбай да қара жаяу емес, текті жермен құда болам деп ұлы Сүлейменге 13 жасар Керімбаланы алып берген. Бар жастығы мен қызықты шағы өтсе де, үйде екеуінен басқа тірі адам жоқ. Отасқандарына да көп жыл өтті. Алла екеуіне бір шақалақты бұйыртпады. Бағанағы Сүлейменнің оты тұтан деп шоқ үрлеп жүргенде осы. Жатса да тұрса да жаратқаннан жалбарынып. Бір қызықты көрсет дегеніне 40 жылдан асып кетті. Сүлеймен де іштей қынжылғанымен сыртқа сыр білдірмейді. Қу тізеңді құшақтап өтермін деген ой жиі мазалайды. Жазғаны осы шығар деп қыз аялған Керімбаласымен күн кешіп келеді. Отқа құрап мұңайып отырған Керімбала қазанның тасығанын естіп есін жиды. Сақырлап су қайнап Сүлейменнің ас суын беруге қамданды. Қара қазанмен бірге сары самаурын да ызылдап суы сыртына бұрқылдады. Керімбала бұл уақытта үйге кіріп дастарханды әзірлеп, самаурынды да әкелді. Сүлеймен сол қатқан күйі орнынан қозғалмады.
Әй Сүлеймен, тұрсаңшы. Шаңқай түсте жатқан төсегіңнен тұрмадың ғой. Өзің өліп қалғаннан саумысың? Күн еңкемей шайыңды ішіп егістікті байқап қайтсаңшы, деді. Керімбаланың даусы зілді шықты ма? Шырт ұйқыда жатқан Сүлеймен басын жұлып алды. Өскенің болғыр, ерте оятсаң қайтеді, қатып қалыппын ғой, деп теңселіп барып, құмғанға қолын алды. Беті қолын жуып дастарханның басына келді. Екеуі ара шүйіркелесіп отыра шай іше қояйын деп еді. Үстілеріне көрші Күлғайша кіріп келді. Қашан көрсең екеуің шай ішесіңдер де отырасыңдар. Бір-біріңсіз күндерің өтпей ме? Әлде істейтін істерің жоқ па? Деп тілін бір түйреп өтті. Осы сенің тіліңмен аяғың қатар жүреді екен. Елді мұқатпай шайға кел деп Керімбала сөзін аяқтамай үстемелеп жіберді. Бір кесе шай ішемде кетем. Біздің шал да шайдан өлгендей бір самаурынды тауысып егістікке кетті. Өткен жолы шай ішіп отырам деп төмендегі арпаны су басып қалған. Бүгін кетпені сүйретіп ерте кетті ғой деп сақылдап күлді Күлғайша. Күлғайша көңіл ашар, жүрген жерін қағытып, қысыр сөзімен елді күлкіге бөктіріп жүреді. Біздей тілмен талайды түйреп алған. Онысын өзі аңдамай қалама, артынан сонысынан бармағын тістеп жатады. Әзілі көп, ешкімге әдейі кеп соқтықпайды. Бәрінің көңілін табамын деп қоржыны қалжыңға толы келіншек. Осы отырғанда біраз әзілін боратып, тұнжырап отырған Сүлеймен мен Керімбаланың езуін жиғызбады. Тумасынан бір тоға көп әзілге езу тартып қоймайтын Сүлеймен Күлғайшаның әңгімесіне балаша күледі. Әзілдесіп отырып Сүлеймен орнынан тұрды. Өйтпесе Күлғайшаның әңгімесінің бітер түрі жоқ. Ерте жіберген су атыздан асып, бар бақшаны басып қалған шығар. Босағаға қоя салған кетпенін көтеріп Сүлеймен егістікке қарай бет алды. Қызды мен әңгіме Сүлеймен мен Керімбалаға ауысты. Әй Керімбала, мен бекерге келген жоқпын. Мен саған жау емеспін, замандаспын, әрі абысында болам. Көрші отырып сенің зарың маған батады, деп бір әңгімені бастады. Бұл кезде Керімбаланың түрі суып, тағы не пәлені шығарғалы отыр дегендей сұстанып, Күлғайшаның бетін қайтармаққа бекінгенмен аузынан сөз шықпай тілі күрмеле берді. Оған назар аударған Күлғайша жоқ. Алдындағы шайын бір ұрттап қойып, әңгімені бастады. Керімбала, сен менің ақылымды тыңда, отасқандарыңа 40 жыл болды. Ана Сүлейменді құлбас етпекпісің. Ол байғұстың да жасы келді. 60-та алқымдап қарттықтың ауылына аяқ басты. Қанша ғұмыры бар, ертең қисайып қалса аты өшіп қалады ғой. Өзі жалғыз бауыры Білібайдың білесің. Соғыста шейіт болды. Одан қалған жалғыз қызды Мекетайды бауырыңа басқаныңмен ол да кетеді. Ертең шалың кетіп қалса, Мекетай тұрмысқа шығады. Сенің күнің не болады? Сен ақылға көніп, Сүлейменге бір адам тап. Ең болмаса атұстары соңында қалсын. Қу тізесін құшақтап қу бас кетті деген кімге жақсы? Ол момын, жаратқанның ісі деп жүре береді. Қайбір жетісіп жүр дейсің, іштен тынып жүрген шығар. Сен осылай ерлік жаса деді. Ешкімді кеудесінен бастырмайтын Керімбала бұл жолы Күлғайшаға жауап қайтара алмады. Төбесінен біреу суық-суық құйғандай тас қатып, жақ жазбай отырып қалды. Өңі бұзарып, өксік тамағына келіп тығылды. Тас құрсағы одан ары мұзға айналғандай, суық тер аяғына дейін барып,
Маңдайынан шып-шып етіп шыққан термен қоса, көзден жас төмен қарай домалап кетті. Осыны байқап қалған Күлғайша шошып кетті. Жанды жеріңе тиіп кеттім-ау деп тілін тістей алды. Керімбала, әй Керімбала, саған не болды? Өңің қашып кетті ғой. Аңдамай сөйлеп жанды жеріңді тиіп кеттім-ау. Кешірші мені деп үстелдің арғы басында отырған Керімбаланың қасына ұшып барып құшақтай алды. Осы кезде барып есін жиған Керімбала көзін ашып Күлғайшаны кеудесіне итеріп жіберді. Бір нәрсені бүлдіргенін сезген Күлғайша орнынан тұра сала үйіне қарай безек қақты. Ал Керімбала болса отырған орнында қалшиды да қалды. Аяқ қолы дірілдеп, көзі тұманданып, санасына түрлі ой келді. Сонша жыл бетіме ешбір қарсы келмегенде Күлғайшаның бұнысы несі? Бедеулігімді бетіме басқаны ма? Төрімнен көрім жақын қалғанда Сүлейменнің құшағына өзгені қайтып қиямын. 40 жыл ыстығымыз бен суығымыз бірге өткенде көрейін дегенім осы ма еді? Бұл қай сасқаны деп өкіріп қоя берді. Бар шерін шығарып етегі жасқа толды. Іштегі запыран шығып жеңілдеп қалғандай болды. Бірақ Күлғайшаның сөзі құлағында қалып қойды. Есеңгіреп жүріп үй шаруасына араласып кетті. Түстегі дастарханды жинастырып, Сүлейменнің тамағын дайындады. Кеш қарая Сүлеймен де келді. Бір ай бұрын асарға сойған қой етін қалған бір жілікті қазанға салып, кешкі асты алдыға әкелді. Білібайдан қалған жалғыз қыз Мекетаймен бірге отырып, үшеуі ет жеп ауқаттанды. Күндегідей емес, дастархан басы үнсіздік орын алды. Ара-тұра Сүлеймен сушылардың әңгімесін айтқанымен Керімбала оның біреуін де естімеді. Бар ойы күндізгі Күлғайшаның айтқан әңгімесі ойынан кетпеді. Жүрегін тілгілеп сыздатып барады. Бүгінгі түнді Керімбала ұйқысыз өткізді. Таңға дейін көз ілмеді. Көз ілініп бара жатса Күлғайшаның дауысы құлағына келіп, басын төсектен жұлып алады. Мүмкін Күлғайшаның айтып отырғаны да дұрыс шығар дегендей ой мазалай берді. Бірақ отасқан күйеуіне деген қызғанышы қимастығы жібермеді. Ойды ой қуып санасын сансаққа жүгіртіп жатқанда күн ұясынан шығып таң атты. Күндегі әдетті бойынша Сүлейменді жұмысқа жіберіп, шаруаға араласып кетті. Күніне 2 келіп кететін Күлғайша да аяқ баспады. Буынсыз жерге пышақ ұрғанын біледі. Оның үстіне Керімбаланың мінезімен де жақсы таныс. Беті күйіп, аяқ аттамады. Бірнеше күн осылай үнсіз күн кешіп, көршімен араласпай қалды. Қанша жыл қатып қалса да, жүректің түбінде бір жылылық бар емес пе? Онсыз да жатса тұрса жалбарынатын Керімбала ақылға келгендей болды. Ақыры Күлғайшаға өзі барды. Күлғайша ауыздығы сөз бермей ауылдың бар әңгімесін жіпке тізіп, әңгімемен елді жусатып кетуші ең. Неғып баспай қалдың? Деп зілденіп сөйлеп қалды. Айыбын түсінген Күлғайша үстінен ауыр жүк түскендей жүгіре басып кеп Керімбаланы құшақтай алды. Айналайын, жарығым, Керімбала, бір ашуыңды маған бер. Аңдамай сөйлеймін деп сенің жүрегіңді жаралап алдым-ау. Кешір мені, кешір, деп құшағын ашпай тұрып алды. Мына қатын қайтеді? Босат мені, кеудемді қысып жібердің. Өлтіремесің, ары тұр деп зілсіз жауап қатты. Ашуын тарқағанын Күлғайша да сезе қойды.